Пайғамбарымыздың мектебін көрген адамдар мықты болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям білесіздер ғой, бір күні отырған кезінде күліпті. Сөйтіпті да қазір Омар келеді деп айтады дейді. Сөйтсе, сәл өтпей Омар кепті да. Оны қайдан білдіңіз, Расулулла десе, бір екі шайтан андай не дейді, дауысын шығарып, жел шығарып қашып баратыр дейді. Тарс етіп арттарынан жел шығып, жаңағыдай Омар келатыр деп қашып баратыр дейді. Соны естіген ғой пайғамбарымыз, сөйтіп айтып тұр дейді, қазір Омар келеді деп. Сонда Омардың көлеңкесін көріп шайтандар қашып жатыр дейді. Өзін емес та. Омар өз-өзін сондай мықты ұстағаны, нәпсісін тыя білгені, дұрыс өзіне тәрбие біле білгеннен, оның достары айтады екен ғой. Қабірге жатқан кезде дейді екен, ана екі періште, сұрайтын екі періште бар ғой, Мүнкар мен Нәкір деген. Екеуі Омарға кірсе, екеуін Омар шақырып алып, отырыңдар, Раббыларың кім, жаңа діндерің не деп сұрайтын шығар деп айтады екен ғой. Оның тақуалығынан да. Ол періштелерден бірінші сұрап алатын шығар. Маған сұрақ қоюға келдіңдер ма дейді ғой. Иә десе, онда менен сұрау үшін бірінші мендерден сұрап алайын. Раббыларың кім, діндерің кім, пайғамбарларың кім деп, ал енді сұрай бер дейтін шығар дейді екен. Тақуалығынан да ол кісінің, Құдайдан қорқып өз-өзін тыя білгеннен. Себебі өз-өзінің нәпсін реттей білген адам шайтанның азғыруына түсуі аз болады. Және өз-өзін реттей алмаған адам, өзінің өмірін тәртіптей алмаған адам шайтанның азғыруына түсуі өте жеңіл болады. Сол үшін, құрметті жақсылар, осы өмірдің бір керемет нүктелерін қозғап кеттік деп ойлаймын. Шайтан бұл азғырушы. Ал соның ішінде ең қатты бұзылғаны сіздің нәпсіңіз болуы мүмкін. Нәпсі бұзықтарға ғана шайтан әуес болады, соларды азғырады. Ал өзінің нәпсін түзете білген адамдар шайтанның азғыруынан аман қалады екен.